Балалар, бүгін біз зертханалық іс-тәжірибе жасаймыз, Тақырыбымыз түрлі түсті көпіршіктер. Ол түрлі түсті көпіршіктер қалай жасаймыз? Біздің алдымызда ыдыстар тұр. Ол ыдысқа су құяды екенбіз. Осы кезде балалар, біз қауіпсіздік ережесінде сақтай отырайық. Алдымыздағы заттарды аузымызға, не болмаса көзіміздің алдына жақын әкелмейді екенбіз. Сонымен қатар бір-бірімізге суды беріп жатқан кезде абайлау керек екен, иә? Енді қараңдар, су құйып алыңдар. Біздің ыдысымыздағы су қандай екен балалар түсі? Мөлдір тап-таза екен, өте жақсы. Енді біз бұны бояп алады екенбіз. Алдымыздағы бояуларды үстіне құямыз. Қараңдаршы балалар, менен жасыл түс шықты. Менен сары түс шықты. Менен жасыл түс. Өте жақсы, иә? Енді балалар біз көпіршік шығаруымыз керек. Қазір көпіршік болып тұр ма? Жоқ. Олай болса, алдымыздағы соданы салады екенбіз. Содасын салады екенбіз. Араластырамыз. Енді лимон қышқылын салады екенбіз. Қараңдаршы, менен жасыл түс шықты. Менен сары түс шықты. Өте жақсы, өте жақсы. Қандай керемет балалар, е? Біз қараңдар, қазір оған сағын көпіршігін жасадық, е? Өте жақсы болды. Бұған балалар көмір қышқыл газы бөлінеді екен құрамында. Сағын көпіршіктер пайда болады екен, е? Қараңдар, көмір қышқылдар бөлініп, сағын көпіршігі пайда болды. Араластырсаңдар әлде көпіршік шыға береді екен, е? Қандай қандай? Қандай көпіршіктер жасадық балалар? Сағын көпіршігін жасаттық, е? Өте жақсы.